Саламатсыздар ма? Ендігі біздің айтатын сабағымыз ол горизонталды координаттар жүйесі. Әрине ол аспан сферасына тікелей байланысты болады. Біз алдыңғы сабақта айтып кеттік, аспан сферасы негізгі қозғалатын нүктелер және қозғалмайтын нүктелерден тұрады деп. Яғни қозғалатын нүктелер мен жазықтықтар және қозғалмайтын нүктелер мен жазықтықтардан тұрады деп айтып кеттік. Енді біз бүгін өтетін сабағымыз ол жаңа айтып кеткендей горизонтальды координаттар жүйесі болғандықтан, ол өзі атап тұрғандай горизонтқа байланысты болып табылады екен. Сол үшін қазір аспан сферасын сызамыз және жұлдыздың горизонтальды координаттар жүйесін анықтаймыз. Бізде мына аспан сферасы бар және оның біз айтып кеткен алдын. Мына нүктесі зенитті береді. Мына нүктесі надир болады, мына нүктесі оңтүстік нүкте және мына нүктесі солтүстік нүкте болатынын айттық. Енді біз осы жерде аспан сферасында кез келген бір жұлдызды таңдап алайық. Ол мына жерде болсын бір жұлдыз және тағы бір жұлдызды мына бір жерден таңдап алайық. Әрине бұл аспанда көрінетін жұлдыз болсын. Тағы бір жұлдыз таңдайық. Қызық болсын бәрімізге. Ол жұлдызды мына бір жерден таңдап алайық. Мына бір жұлдыздың бірінші жұлдыз дейік. Мына бір жұлдыздың горизонтальды координаттар жүйесін анықтау үшін бізге мынандай жағдайлар жасау керек болады. Зенит пен надирді қосатын шырақ арқылы өтетін жарты шеңбер сызу керекпіз. Міне жарты шеңберді сыздық. Және математикалық көкжиектен бастап сол шыраққа дейінгі қашықтық, мына бір қашықтық болады. Ол биіктікті береді екен. Және зениттен бастап сол шыраққа дейінгі қашықтық бізде зениттік қашықтықты беретінін көреміз. Және үшінші координатасы бар, ол азимут болып табылады. Азимут дегеніміз ол S нүктесінен бастап математикалық көкжиектің бойымен мынау жаңа сызған жарты шеңбердің математикалық көкжиекпен қиылысқан нүктесіне дейінгі қашықтықты айтамыз. Мына жерде ол өз нүктесінде қиылысып тұрғандықтан не 0 градус, не бір айналып келетін болса 360 градусты береді екен. Ендігі біз мына бір екінші жұлдыз үшін қарап көрейік. Онда дәл жаңағыдай зенит пен надирді қосатын шырақ арқылы өтетін жарты шеңбер сызамыз. Сыздық. Оның математикалық көкжиектен бастап сол шыраққа дейінгі қашықтықтағы анықтаймыз. Ол биіктік болады. Зениттен сол шыраққа дейінгі қашықтық, ол зениттік қашықтық болады. Және оңтүстік нүктеден бастап математикалық көкжиекпен қиылысқан нүктесіне дейінгі қашықтық бізде азимут болып табылады. Бұл бөлігі азимут болады. Енді сіздер мына бір аспан сферасынан байқағандағыдай бұл жерде биіктік пен зениттік қашықтықтың қосындысы әрқашан 90 градус болатынын көріп тұрсыздар. Мына жерден мына жер аралығында, немесе мына жерден мына жер аралығында 90 градусты көрсетіп тұр. Енді соңғы мынау үшінші жұлдызды анықтап көрейік. Дәл солай зенит пен надирді қосатын шырақ арқылы өтетін шеңбер сызамыз, жарты шеңбер. Ол міне былай сызылады екен. Математикалық көкжиекпен қиылысқан нүктесінен сол шыраққа дейінгі қашықтық бізде мынау биіктік болады. Біз алдыңғы сабақта айтып кеттік, егер көкжиектен төмен жатса биіктік
теріс таңбаны қабылдайды деп. Ал мынау зениттен бастап сол шыраққа дейінгі қашықтық ол зениттік қашықтықты береді. S нүктесінен бастап осы қиылысқан нүктеге дейінгі қашықтық азимутты береді екен. Осылайша міне горизонталь координаттар желісін анықтаймыз. Енді сіздер мына жерде қарап тұрсаңыздар, минус таңба және 90-нан көп болады. 90-нан мына таңбаны азайтып тастайтын болсақ, бәрібір 90 градус шығады және мынау заңдылық орындалып қалады екен. Енді біз негізгі нүктелерін, негізгі жазықтықтарын және негізгі бұрыштары, яғни негізгі координаталары қандай мәндер қабылдайтынын жазып кетейік. Негізгі жазықтығы өзі атап тұрғандай горизонт, яғни көкжиек болып табылады екен. NS көкжиек. Кейде оны математикалық көкжиек деп те атайды. Негізгі нүктелері олар зенит және S нүктесі болады. Зенит және S нүктесі. Ал негізгі координаталар немесе бұрыштары олар зениттік қашықтық кішкентай z-пен белгіленеді. Ол мәндерді қабылдайды 0 градуспен 180-ге дейінгі қашықтықта. Биіктік болады. Ол біз айттық минус 90-ға дейін барады және плюс 90-ға дейін. Яғни минус 90-нан плюс 90 градус аралығындағы мәнді қабылдайды екен. Және азимут бізде S нүктесінен бастап математикалық көкжиекті бойлай қайтып S нүктесіне дейін. Яғни 0 градустан 360 градус аралығындағы мәнді қабылдайды екен. Міне осылайша горизонталь координаттар жүйесін анықтауымызға болады екен.